қалып кеттің ғой. Мүмкін сен де тез билеп жатқан шығарсыңдар. Оф, қыздар, ұста бермеңдерші. Қазір видеодан кімнің қалай билегенін қараймыз. Енді қателеспейтін адам болмайды ғой. Я, көрдік сенің қалай қателескеніңді. Біздің қаралым не болып жатыр? Нашар, қазір. Неге аз 2 ай болды ғой, әлі просмотр көтерілген жоқ. Бұл жерде видеоның сапасы маңызды. Бізде iPhone жоқ, сол үшін қаралым аз. Үшіміз ақша қоссақ, iPhone-ның чехолына әрең дегенде жетіп тұр. TikTok'ты тастаймын. Уайымдамашы, күн сайын үздіксіз жұмыс жасасақ болды. Қаралым көтеріледі. Онда мына трендті түсіріп тастайық. Екеуің добрый шаштың ба? Это невозможно. Алинур, зайди на среки. У тебя симулятор случайно не включен? Да, я сам зайду. Достар, біздің үйге ұры кіріп кетті. Қазір сіздерге көрсетемін. Мен ұрымын. Ойбай, достар, ұры маған қарап тұр. Қашып кетейін бе? Қазір қашпасаң, ұстап аламын. Ойбай, достар, мен ұсталып қаламын ба, ұсталып қалмайын ба? Келесі серияда көреміз. Тіркеліп, лайк басыңыздар, күтіңіздер. Біздің контент өтіп жатыр ма вообще? Иә, просмотр 200 мың. Шынымды айтсам, шаршап кеттім. Мүмкін басқа нәрсе түсіреміз? Болмайды, осыны түсіре берейік. Халыққа ақылды нәрсе түсірсек, көп просмотр жинамайды. Сонысы жаман екен. 20-30 жасқа келсек те осыны түсіреміз ба? Көп просмотр жинаса неге түсірмеске? Тезірек маскаңды киші, келесі серияны түсіріп тастайық. Жаңаға, оны еқші? Азанды алмашы, көріп тұрсың ғой телефон өне отырмын. Жарайды. Асмай, Сабина, далаға серуендеп қайтайықшы? Мына кино бітсін, сосын серуендеріміз. Ол қашан бітеді? Әлі 4 сезон бар. Ол қашан? Примерно 2 аптадан кейін серуендеріміз. Сендер сенген, мен де ақымақ екенмін. Балалар, түсте ағаларың келеді, тыныш жүріңдер. Жарайды, түсіндік. Жақсы балалар, біз кеттік. Жақсы қыдырып қайтыңыздар. Тамақтарын жасап қойдым, холодильникте тұр. Иә, түсіндік, жақсы. Бұлардың да бір кету жыр болды ғой. Ал, жақсы онда. Рахмет. Жақсы, жолыңыз болсын аға. Рахмет. Ой,
қала деген күнде өзгеріс айта берер. Ассалаумағалейкум балам. Не oldu ağa? Tezlere geldinçi, vaktim yok. Ана бірінші телефон тастап амандасыш. Ağa көріп тұр, уақытым болмай тұрған. Айтсаңшы, не керек? Қандай? Ана телефон тастап ассалаумағалейкум десеш бірінші. Сіз жауыз аға екенсіз. Маған әке шешем телефон тастап айтпаған. Мынау. Соны айту керек еді, әке шешең сен телефон тастады деп. Ой, бар болғыр. Қорқырсын. Енді қаяқ қарай. Осы жобалар ау дейміз. Мыналар қайтеді? Момент қой. Қандай момент? Контент сет момент. Иә, түсіндім. Достар, кешедеше байқамай қалдым. Не прикидывайся, будто не заметил. Қазір сені аямаймын. Мына екеуін тоқтатпаймыз ба? Бәрібір күшіміз жетпейді. Одан sonra видео түсіріп, просмотр көбейтіп та. Ойбай, аямай жаттыр ғой. Соңғы келгенімде мына жерде бір-ақ үй сияқты еді. Қала деген күнде. Осы жерлерде сияқты еді ғой, по-моему. Аға, не істеп тұрсыз? Кринж оқиғаға тап болдым деп ойламайсыз ба? Соны айтайын, биімізді құрттыңыз ғой. Кешіріңдер қыздар, білмей қалдым. Мен ана бір үйді іздеп жүргем ғой. Қандай үй, адресін білесіз ба? Білмей тұрмын ғой сол. Нұржан, Айсұлтан деген балдары бар. Аға, Нұржан, Айсұлтан дегендерін мыңы жүр қайсы бірін айтасыз? Біздің уақытымыз жоқ, басқа бір үйден сұраңызшы. Қалан балдар көз бір түрлі екен ғой. Жарайды, айып еткендер. Қалайсың қызым? Привет аға, қалайсың? Қалайсыңдар? Ағаларың келгеніне қуанбайсыңдар міне? Ура, аға келді. Сендер білесіңдер ма? Мен сендерге ауылдан не алып келгенімді? Не алып келдіңіз, аға? Қатты нәрсе ма? Құрт, май, үрімшік, қазы. Сендердің ана колаларынан әлде қандай жақсы емес па? Жоқ аға, жегіміз келмейді. Біз тәтті нәрсе деп ойласақ. Мысалға торт. Тортты қайтесің, ол зиян емес па?
Бірақ тартты. Біз қазір бір жерге барып қайтайық. Кеш болған кезде ма? Да, жарық қой. Бәрекелді. Мен бұларға жақсылап алдым табиғи етінен 5 бармақ жасап берейін. Бір жақсылап бір қарындарын тойғызайшы. Ал, бисмиллахиррахманиррахим. Бәрекелді. Енді мына балалар ертерек келе қойса болғаны ғой. Тамақ суып қалмай жатыр. Ұйықта қаппын ғой. Мыналар қашан жеп үлгерген. Қарын тойғызып алып, төсек салып жатуға да шамалар келмепті ғой. Телефон деп. Бұлардың тәрбиесімен айналыспаса болмайды. Так, енді ісім сендермен болсын. Не болды, сонша қорықтың ғой? Алинур, наверное, тебе по закону запрещено играть в PlayStation. Сендер мынаған қарасыңдаршы. Мен жертв болып тұрмын ғой. Кім сұрып салып жүрген? Я не при чем. Әрине сен қатысың жоқ. Сен де арып жатсың ғой. Сендер маған өйтіп қарамаңдар. Сендердің ойларынша мен таяқ жеп сыртынан түсіп тұрдым ба? Да не говори, что мы тебя побили. Мы же в шутку играли. Барды бар деп айту керек қой. Видеоның авторын тауып өшірткізу керек. Как мы их найдем? Сендер таза ақымақ екенсіңдер ғой. Видеоның салған адамның профиліне кіріп қарамайсыңдар ма? Ям. Өтініш Емир, бізге бір видео түсіріп берші. Түскім келмейді. Біздің көрерменге сенің ойын ойнап жатқан контентің қызық. Мен саған қазақша айттым ғой, түсім келмейді. Сенің түсің үшін не істеуіміз керек? Бәсе бәл әңгімені осыдан бастамадыңдар ма? Ассалаумағалейкум. Қалайсың аға? Жақсы. Емир, сен мынағаны танисың ба? Иә, кеше маған амандаспаған үшін ұрысып берді ғой. Абьюзер аға. Мына осы сендер түсінбейін бар ғой. Таңнан кешке дейін ана телефон ұстап алып, не істей бересіңдер соның ішіне кірбе? Одан да мынау таңертең тұрып, таза ауада жүгіріп, кітап оқып, сол нәрсені жасамайсыңдар ма одан да? Ол кринж нәрсе ғой, барлығы бізді мазақтайды, типа спортсмендер мане деп. Оның несі бар екен спортсмен болғанда? Ол қайта жақсы ғой денсаулыққа. Біз оны істейміз келмейді. Спортпен кәде жүріп жатқан адамдар да бар ғой. В общем, түсінбедім сендерше. Қоя берші. Қай жерге келерік? Есіме түсті. Сендер маған бір дәмесі сатып алып берейін деп едіңдер ғой, ә? Иә. Міне, дәл осылай жасайтын болсақ, біздің жастарымыз дамиды. Өйткені сендер
біздің болашағымызсыңдар. Аға, біздің оған уақытымыз жоқ. Түсінесіз ғой, сабақ, тикток түсіруіміз керек. Қысқаша айтқанда, ол біздің стиль емес. Қазіргі жастарың бар ғой. Біз кезінде үлкендердің айтқанын тыңдаушы едік. Қыздар, балдар, тұрамыз. Той, аға, бір сағат алды ұйықтадық қой. Ештеңке білмеймін. Давайте тұрамыз. Не жатсың мынау үйде? Той, аға, ішкен жата тұрайықшы, түскі бірде тұрамыз. Ей, түскі сағат бір несі? Тұрамыз давай. Маған ұйқы беріңдерші. Иә, біздің ұйқыдан тұратын уақытымыз түскі бірде. Жарайды, ұйықтаңдар. Бірақ таңертең 5-те тұрасыңдар. Келістік па? Иә. Ассалаумағалейкум, аға. Неге көңіл күйсіз отырсыз? Ей, дұрыстап амандасайшы. Ассалаумағалейкум. Не olsun аға? Жайлай береміз ғой. Қалайсыздан тәуір амандастың бірақ бүгін. Сенің осы дұрыс жолда өмір сүруің үшін не керек, а? Мені дұрыс емес жолда жүрсе кім айтты? Қызықсыз, аға. Жарайды. Онда былай түсіндіріп көрейінші. Осы сенің спортпен айналысып, телефонды аз қолдануың үшін саған не керек осы? Маған біреу iPhone сатып алып берем десе, мен спортпен айналысып, телефонды аз қарар едім. iPhone? Идея. Қазір. Мұны ағаға не болған? Есіне адасайын деген шығар. Ағаға не болған? Білмеймін, бүгін өзімен өз бірінке істеп жоғы. Еспендерші, өзі білсін. Қазір бізге жабысады. Ағамыз ғой, сұрап білейік не болған. Аға, сізде барлық жақсы ма? Не істеп жатсыз? Бір ойынға шақырту жасап жатырмын. Қарттық қой. Сен бірінке істешіш, үлкен емессің ба? Аға, қандай ойынға шақырту? Әзірше білмеймін. Жасап болайын айтам ғой. Ағамыз несі ауысқан? Біз ешнәрсе істемейміз ба? Ата-анамызды күтуден басқа амал жоқ. Басты сыйлық iPhone депті. Жақсы емес па? Мына ескі телефонға түсіргенше iPhoneға түсіргеніміз жақсы. Ескі телефон дедім ба? Енді по-любому iPhone'ның сапасы мықты ғой. Бұдан былай менің телефоныма ешқандай контент түсірмейміз. Амина шатасып кетті ғой. Амина мен, ал бұл Амина. Енді Амина шатасып кетті ғой. Қазір сені кешірім сұрайды. Кешірші. Жарайды, кешірдім, бірақ мынаған қатысып көрейік. Бәсе. Барамыз ба, бармаймыз ба? Осында шешіп алайық. Баруымыз керек. Мен iPhoneға мұқтажмын. Онда мен де iPhoneға мұқтажбын. А я что, не достоин айфона?
Біз саған олай айтқан жоқпыз ғой. Я тоже хочу iPhone. Біз роднойымыз ғой. Одан да былай жасайық. Егер айфонды ұтатын болсақ, оны сатып, ақшаны 3-ке бөлейік. Яса? Мен келісемін. Барып қатысайық. Достар, біздің Емир өз қарсыласын ұтуға тырысып жатыр. Оның қолынан келер емес, бірақ біз Емирге сенеміз. Уайымдамаңдар, қыздар. Сендердің Емирлерің ешқашан ұтылмайды. Атакта краш болған. Өкінішке орай біздің Емир ұтылып қалды. Ол Емирдің алғашқы жеңісі ғой, алда әлі талай жеңіс көреміз. Болмайтын контенттер аяқталды ма? Енді дата воу болмайтын емес қой. Мен кеттім. Қайда асықтың? Айфон ұтысқа тігіп жатыр соған. Мен оны көрдім, мен де барайыншы. Жоқ, бармайсың. Кумаш, барлығымыз барамыз, свободный ход қой. Иә балалар, не үшін келдіңдер? Айфонның ұтысына келдік, осы жерде көрсетіп тұр. Айфонның ұтысына ма? Иә, ұйымдастырушы мен. Сіз ба? Сізде вообще айфон бар ма? Айфон не екен білесіз ба? Иә, білемін. Мынау ма айфон деген? Қысқасы балалар, айфонды ұту үшін 3 кезеңнен өтулерің керек. Және бұл ойында ережелері бар. Бірінші ереже, жиналыс кезінде телефондарыңды маған өткізесіңдер. Толықтай барлығын. Түсінікті ғой? Телефонды алмасаңыз болмай ма? Жоқ, болмайды. Қаны, барлығымыз телефонымызды мына жерге саламыз. Естідіңдер ма? Ағамыз не істеп жүр? Ағамыз несі ауысқан ғой? Олай жаман айтпаңдаршы ағамыз жайлы. Балалардың телефон жинап алған дейді. Ағамыз таза рекетер екен ғой. Телефондарын беріп қойған балалары ақымақ екен. Мен болсам бермес едім. Соғы, телефон личный нәрсе емес пе? Оны ұстауға ешкімнің де хақы жоқ. Жарайды, мен кеттім, достарым игротека апаруым керек. Біз, ладно. Сен неге жұмыс жасамайсың? Әлі он сізге толған жоқпын ғой. Бой, сорайып алып, игротека жағалып жүргенін қарашы. Мен сендерге мүлдем ақша бермеймін. Мен ағама тіл тигізбеңдер. Міне, ініме ғана ақша берем, осақ мен жақтап жүреді. Ойбай, берген 100-200 теңгелігіңді міндет қылдың ғой. Соғы. Ей, жарайды. Так, балалар, бірінші етап кітап оқу. Кітап? Басқа кітап оқымай-ақ қояйықшы. Басқа нәрседен жарысақ болмайды ма? Ал сен не ұсынасың? Менің ұсынысым TikTok түсіріп жарысайық. Немесе PlayStation ойнап. Айфонды ұтысқа тігіп жатқан мен ғой. Мен айтайын неден жарысатындарыңды, иә? Жарайды. Қандай кітап оқимыз? Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» деген кітабын оқитын боламыз. Сендерге бір апта уақыт берем. Түсінікті ма? Жарайды. Кітап оқуыма өмірімдегі ең жеп көретін нәрсем. Айфон үшін не істемесін? Мынау дәу ғой. Мынаны оқуға 3 ай уақытын кететін шығар. Оқудан басқа амалымыз жоқ.
кітап оқысайшы. Желание болмай жатыр. Онда мен де оқымаймын, Эмир де оқымай жатыр ғой. Айзере кітапты өзің үшін оқып жатсың ғой. Айфон саған керек емес пе? Мен оқимын деп шештім. Оқыңдар, кім оқымайды? Сол... Неге айта алмай қалдым? Есіме түспей кетті. Сол үшін де кітап оқуың керек. Тіл саптауың мықты болады. Мен кітап оқып жатқанда мүлдем кедергі жасамаңдаршы. Мынау кітап оқыса да міндет екен ғой. Негізі кітап қызық па? Негізі, иә. Онда мен ютубтан 1 сағаттық абзалын тыңдай саламын. Осылай істесек те болады екен ғой. Аленор неге ойнамай жатсың? Кітап оқығаның абзал. Ойбайным, не дейді? Кітаптың бір парағын оқып ал, абзал деген сөзді жаттап ал. Барын оқысын, жазушы болатын екенсің ғой. Ахтан, играй, не отвлекайся. Жарайды. Аленур, на какой-то странице ты сейчас? Вот 2-ші бетіндемін. Все, я пошел читать книгу. Қалай кітап оқимын? Мен ұтылып қалдым ғой. Что мне делать? Я хочу выиграть айфон. Менше. Утсемді құшақтап қалдың ба? Көрдіңдер ма? Чего? Утсемді құшақтап қалдың ба деп айттым ғой. Тоқтаймын. Онда мен де кітап оқимын. Ал балалар, сендерге 1 апта уақыт бердім. Қалай? Кітап қызық па екен? Жарайсыңдар. Енді маған бір тыңдеп, сендер түсініктеріңді айтып беріңдер. Жарай ма? Махаббат қызық молжыздар романы жастық шақтағы шынайы махаббат пен студенттік өмірді суреттейді. Шығармада адамгершілік, адалдық және сезімге беріктік тақырыптары кеңінен көрінеді. Роман жастық кезеңнің қызығы мен қиындығын, махаббаттың қадірін ашады. Автор кейіпкерлер тағдыры арқылы шынайы сезім мен адамдық қасиеттерді дәріптейді. Асқар жас әрі сезімтал жігіт. Ол махаббатқа адал және өзінің сезімдеріне сенімді. Ол өмірдегі қиындықтарға қарамастан өзінің сүйгеніне шынайы болуға тырысады. Саня умная, целеустремленная девушка. Ее характер проявляется в жизненных выборах, поэтому она принимает трудные решения. Неге балалар ағаның алдына шығып алып бірдеңелер айтып жүр? Түсінік айтып жатыр ма? Білмедім. Біздің ағамыз не істеп жатқанын түсіндім. Мәз саған, біздің аға айфон ятып жатыр ма? Бізге бере салса болады ғой сол айфонды. Соны айтамын, оның туыстары біз ғой. Мен мына шақыртуды оқып шықтым. Біздің де айфон ұтып алған мүмкіндігіміз бар. Может, қатысып көреміз? Мен айфон ұтып алғым келіп тұр. Мен де. Сол жүрінше жасар балалармен қатысып жұмыс істейтін жасымда. Балалар, сендерге қарап мен қатты қуанып тұрмын. Барлығын 1-ші турдан өттіңдер. Ал 2-ші тур қолөнер сайысы. Қолөнер? Өздеріңе ұнайтын, қолдан келетін нәрсенің кез келген нәрсесін жасайсыңдар. Команда болып жұмыс жасасақ болады ма? Бірақ мен бір өзім істей алмаймын. Менің де қолымнан келмейді. Болады. Бірақ барлықтарың бір нәрсе жасап келуге болмайды. Түсінікті ма? Ал, олай болса сәттілік баршамызға. Аға, сіз айфон ятып жатыр екенсіз ғой? Ойнатып жатырмын. Біз де қатысайықшы. Жарайды, қатысыңдар. Аға, менде
айфон тұтқым келеді, қатысайыншы мен де. О, енді осы 7 жасар балалармен бірге сайыспақшысың ба енді айфон деп? Онда тұрған несі бар? Менде айфон тұтқым келеді, менде қатысқым келеді. Жарайды. Бірақ бұл жолы қол өнерін дайындап келесіңдер. Түсінікті ма? Түсіндім аға. Жақсы. Жарайды, сәттілік бар жаңа. Давайте мен кеттім. Не істейміз? Біздің қолымызда ештеңе келмейді ғой. Берілмейік, егер істей алмасақ сатып алайық. Солай жасасақ та болады екен ғой. Сатып алған нес болмайды. Айфонды ұтсақ адал ұтайық. Жарайды, адал ұтайық. Делік сенің қолыңнан не келеді? Әлі білмеймін. Бірақ әртүрлі нәрсе жасасақ, біздің қолымыздан келеді. Мен тастан бұйым жасай аламын. Қалай сонда? Яғни тастардан моншақ браслет жасай аламын. Міне, бір қол өнер бар екен ғой, осылай жасасақ та болады екен ғой. Менде бір ой бар. Айшы, тыңдайық. Құмыра істейтін жерге барып, құмыра істейік. Мәссаған, кеттік ендеше. Игротекадан басқа жер жоқ дейді. Ең арзан жер осы, сағатына 400 теңге. Если мы идем в кофейню, то нужно покупать кофе. А он дорогой. Айтпақшы, қол өнерге кімде қандай идея бар? Ой, тасташ. PlayStation'мен ойын ойнай берейікші. Неге не? Дұрыс қой, ол да қол өнер емес па? Жоқ, ондай емес. Жақсылау ойланайықшы. У меня есть идея наклеить орнамент на одежду и прийти в ней. Орнамент деген не? Ою дейді. Қазақша ою ма? Иә, маған да идея ұнайды. Солай жасайық. Қол өнер жасауымыз керек қой. Бір. Соны да істеу керек еді. Менің бірінші сыныпқа тіккен гүлдерім бар. Может, соны апара салармыз? Жақсы идея. Маған да соны апара салайық. Так, балалар, бүгін біздің ортамызға жаңадан 4 оқушы қосылды. Асемай, Сабина, Нұржан, Айсұлтан. Ал, енді маған дайындап келген қол өнерлерін көрсетіңдер. Бұл жерде логикалық есептер берілген. Кім көп балл жинайды, сол айфонды алады. Өйткені бұл шешуші кезең. Түсінікті ғой? Маған көрсетпейсіңдер ма? Үшеуміз бірге шығарайық та? Жоқ, өзіміз шығара береміз. Я, сен де өзің шығар. Біз достар емеспіз ба? Айфон ұтқаннан кейін дос бола берейік, қалай қарайсыңдар? Мен келісемін. Ал мен келіспеймін. Ол сенің жеке проблемаң. На есептегі басым жетпей отыр. У меня тоже не получается решать задачи. Мына не есептер? Басым жетпей отқан ше?
барлығына а деп белгілеп шықсақ қалай? Жоқ, а мен бұны араластырып қойып шығайын. Мен келісемін. Ал кәне балалар, уақыт бітті. Жинаймыз тез. Ал балалар, есептерің барлығын қарап шықтым. Ал ендеше бізде бүгін жеңілпаз болған, яғни iPhone иегері ол балаларды бөліп жарып, араларынан жеңімпазды жариялауды дұрыс көрмедім. Бәрі де қолдарынан келгенше жеңімпаз болуға тырысты. Ойлана келе, сол айфонды сатып, ақшасын балаларға теңдей бөліп беруді жөн деп ұйғардым. Бастысы, олардың телефонның ішіндегі өмірден шығып, шынайы өмірге аздап болса да аяқ басуларына септігімнің тигеніне іштей қуандым.